Сәлем достар, өте жұмсақ, бір аптаға дейін қатпай жұмсақ болып тұратын және бір жасағаннан-ақ өте әдемі болып шығатын кекс іздеп жүрсеңіз, онда осы видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен таза шұңғылдау ыдыс алып, видеода көрсетілген заттардың барлығын рет-ретімен қосып шығыңыздар. Мен қай заттың қанша екенін мөлшерін нақтысын комментарийға жазып қалдырып өттім. Дәл сол бойынша рет-ретімен салып қозғап отырыңыздар. Кекстің әрбір бөлшегін таразыға өлшеп алуды ұмытпаңыздар. Тіпті міне разрыхителге дейін өлшеп салып алып қосып отырдым. Және ұнды біртіндеп салып араластырамыз. Кейіннен формамызға осындай қағаздарды төсеп, қағаз болмаса да болады. Өте көп кекс шығады. Мен жартысына осындай пирог пісіріп жібердім. Жартысына осындай кекс пісірдім. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Тура дүкеннің кекстан ешқандай айырмашылығы болмайды. Ас болсын, жасап көрулеріңізге кеңес беремін.